сыра ішетін болды. Осы кезде ғана пердесін шешіп, бала шайтанға айналды да масаттанып қуанды. Осыдан кейін мұжықтың үйі көпшілік жиналатын шарапханаға айналды. Жұрттың бәрі соның үйіне жиналып, арақ сыра ішетін болды. Осы кезде ғана жас жігіт бет-пердесін шешіп, бала шайтанға айналды да масаттанып қуанды. Өз жетістігін жеткізу үшін асыға басып баяғы басшы шайтанға жүгірді. Оған өзінің баяғы 200 нанын қалай ақтағанын баяндады. Ібіліс бәрін өзі барып көрмек болды. Олар мұжықтың үйіне келсе, өңкей тұрмысы жақсы байлар жиналып арақ ішіп отыр екен. Мұжықтың әйелі қонақтарға арақ тасып жатып, сүрініп құлап кетеді. Стақандағы арағын төгіп алды. Мұны көрген